Сәлем достар, бүгін сіздермен қамыры қатпарлы әрі үлпілдек болып шығатын етті бәліш дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға ең алдымен бір жұмыртқа, тұз, сұйық май және де сметанамызды салып жақсылап араластырамыз. Келесі бізде ұнымызға разрыхлителді салып араластырып аламыз. Және де осы ұнымызды жаңағы дайын болған массамызға құйып, араластырып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымызды осылай біріккенше ғана илеп аламыз. Қыздар, бұл қамырды ұзақ илемейміз. Бұл өзі бізде жабысқақ қамыр болып шығады. Оны холодильникке 30 минутқа қойып алғаннан соң өзінің формасын ұстайтын болып шығады. Әзірше біз салмамызды дайындаймыз. Табамызға кішкене ғана май құйып оны қыздырып аламыз. Содан соң жаңағы фаршымызды салып 2-3 минут қуырамыз. Енді біз табамызға туралған пиязымызды салып жақсылап араластырамыз. Содан соң тағы да кубиктап туралған картошкамызды салып араластырамыз. Осы салмамыздың дәміне қарай тұз, бұрыш және де қызыл бұрышымызды салып араластырамыз. Содан соң біз табамызға асқабағымызды саламыз. Қыздар, асқабақты қалауларыңызша көп немесе аз қоссаңыздар да болады. Асқабағы көп болған сайын сіздің пирогыңызда өте дәмді бола береді. Барлығын араластырып, қуырып аламыз. Содан соң бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қыздар, бұл салманы ұзақ пісірудің қажеті жоқ. Қазір пешке салған кезімізде де біздің бәлішімізбен бірге пісіп шығатын болады. Содан соң біз жаңағы холодильниктегі қамырымызды алып, екіге бөлеміз. Қамырымыздың бір бөлігін, астыңғы бөлігін алып, жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымызды осылай жайып алғаннан соң біз өзіміздің табамызға жақсылап орналастырамыз. Және де жаңағы суып тұрған салмамызды бетіне барлық жеріне жеткілікті етіп орналастырып шығамыз. Келесі біз жаңағы алып қалған қамырымыздың екінші бөлігін алып, жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды пирогымыздың үстіне салып, жандарын біріктіреміз. Жандарын біріктіріп алғаннан соң осылай сәндеп қойсаңыздар да болады, немесе солай тұра берсе де болады. Дайын болған пирогымыздың бетіне жұмыртқамызды жағып, ортасын осылай кесіп қоямыз. Пирогымызды алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа 30-35 минутқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, осылайша біздің пирогымыз дайын болды. Беті осылай қызарғаннан соң аламыз пештен. Пирогымыздың қамыры осылайша кішкене қатпарлы әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Қыздар, міндетті түрде менің рецептімен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видео ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.